Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube арнамның көрермендері. Сіздермен тағы да Каусар. Бүгінгі жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен лавр жапырағының пайдасымен бөліскім келіп отыр. Әрине, лавр жапырағын тек тамаққа ғана қосумен шектеліп қоймай, оны емдік мақсатта да пайдалансақ болады. Халықтық медицинада лавр жапырағы организмге витаминдер, микроэлементтер береді. Ол табиғи антисептик және иммунитетті күшейтіп, ісінуді азайтады. Бүгінгі видеода осы лавр жапырағымен халықтық медицинада қолданылатын емдік әрі пайдалы бірнеше әдіспен бөлісе кетемін. Видеоны соңына дейін көріп, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Және менің арнамда алғаш рет болсаңыз, арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алда әлі талай пайдалы видеоларды осы каналдан шығарып отырамын. Ал сіздерге осы видеода көрсетілген әдістерді жасау барысында сәттілік тілеймін. Қазір күз мезгілі келіп, күн суытып иммунитет түсетін кез, және көп адамдардың осы кездегі мәселесі салқын тиюмен, жөтелмен күресу. Осы кезде лавр жапырағының ең мықты пайдасы одан шәрбат жасау. Алдымен кішкентай кастрөлге 1 стакан су құямыз, үстіне 1 ас қасық ас содасын салып, кейін 3 жапырақ лавр жапырағын салып, төмен температуралы отта 10 минут қайнатамыз. Раствор қайнап, қоңыр түске ену керек, кейін стаканға құйып суытамыз. Осы тұнбаны күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіп отыру керек. Дәмін келтіру үшін 1 ас қасық бал қоссаңыздар да болады. Қазіргі уақытта статистика бойынша зәр қышқылының көбеюі әйелдерге қарағанда ер адамдарда көбейгені анықталды. Білетін де бар, білмейтін де бар. Зәр қышқылының көбеюі жүрек, қан тамырлары және бүйрек жұмыстарын нашарлатады. Ал зәр қышқылы бар адамдарға осы лавр жапырағы арқылы да емделуге болатынын айтқым келіп отыр. 1 стакан қайнаған суға 5 түйір лавр жапырағын салып, 2 сағат тұндырамыз. Кейін осы рецептті қолдана отырып, 7 күн аралығында 1 жұтымнан ішіп отыру керек. Айта кететін жайт, лавр жапырағының тұнбасын ішке қабылдау кезінде өте мұқият болу керек. Себебі кері көрсеткіштері өте көп. Сондықтан қабылдау алдында мамандармен кеңесу керек. Ең басты кері көрсеткіштері жүкті және емізетін аналар мен кішкентай балаларға тұнбаны ішке қабылдауға болмайды. Егер шашыңыз жібектей жылтыр, қайызғақсыз, мықты болғанын қаласаңыз, лавр жапырағының суымен аптасына кемінде 1 рет шаюға кеңес берер едім. 1 литр мықты қайнаған суға 10 түйір лавр жапырағын салып, оны да 2 сағат тұндырып қоямыз. 2 сағаттан кейін шашты сусабын немесе бальзаммен жуып алып, осы тұнбамен шаямыз. Нәтижесін бір қолданғаннан көруге болады. Шашыңыз жібектей жылтыр әрі мықты түспейтіндей болады. Қазір екінің бірінде аяқтың ісуі, тартылуы, варикоз деген сияқты мәселелер көп. Аяғыңызда ісу, шаршау, жағымсыз иіс болатын болса, осы тұнбаны жасап көріңіз. 500 мл қайнаған суға 15 жапырақ лавр жапырағын салып, 2 сағат тұндырамыз. 2 сағаттан кейін осы тұнбаны жылы сумен араластырып, аяғыңызды 20 минутқа суға салып қоясыз. Тура осылай компресс ретінде де жасасаңыздар болады. Аяғыңыздың ісігені бірден басылады. Таң алдында теріңіздің жұмсақ әрі әдемі сергек болып тұрғанын қаласаңыз, сізге лавр жапырағынан жасалған лосьонды ұсынамын. Бұл лосьонның пайдасы терідегі май бездерін қалыпқа келтіреді және беттегі ісікті азайтады. 1 стакан қайнаған суға 1 уыс лавр жапырақтарын саламыз, қақпағын жауып 2 сағат тұндырамыз. Кейін тұнбаны сүзіп, үстіне 2 ас қасық лимон шырынын құйып, мақталы дискпен бетті, мойынды күнде таңертең және кешке сүртіп шығамыз. Бұл сіздің теріңізге жастық, саулық, әжім түсу процесін азайтады. Беттегі безеу қара нүктелер сізді де мазалап жүрме?
онда осы рецептпен маска жасап көріңіз. 2-3 процедурадан кейін нәтижесін көресіз. 1 стакан қайнаған суға 5 жапырақ лавр жапырағын салып 10 минут тұндыру керек. Кейін жапырақтарды алып тастап, аз ғана суға косметикалық балшық, яғни глина қосып, қаймақ тәрізді массаға келгенше қалауыңызша қосып, жақсылап араластырамыз. Балшықтың қандай екені маңызды емес, мен ақ балшықты қостым және міндетті түрде косметикалық болуы керек. Масса қою қаймақ тәрізді консистенцияға енгенде бетімізге жағып, 15 минуттан кейін бетті жылы сумен жуамыз. 2-3 процедурадан кейін беттегі безеулер, қара нүктелер азайып, нәтиже байқалады. Міне достар, бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Егер сізге бүгінгі видеом пайдалы болса, өте қуаныштымын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Және менің арнамда бірінші рет болсаңыз, арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Себебі менің арнамнан осындай пайдалы әрі қызықты видеоларды көре аласыздар. Сіздермен бүгінгі видеода болған Каусар. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.